Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгінгі видеода сіздермен осындай керемет дәмді болып шығатын пирожныйның рецептісімен бөлісемін. Қонақ дастарханның көркін ашатын және ауызда еритін осындай өте дәмді пирожныйларды оп-оңай жасап үйренеміз. Бізге керекті заттар 5 жұмыртқа, қантымыз, сұйық майымыз, жылы сүт қажет болады, 1 шымшым тұз, қамыр қопсытқыш және ұн қажет болады. Ұнымызды електен өткізіп қосатын боламыз. Жұмыртқамыздың үстіне 1 шымшым тұзымызды саламыз және де қантымызды салып, жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Миксердің ең жай жылдамдығынан бастап, жылдамдығын көтере отыра, массамыз 2-3 есе осылай көтерілгенше миксерлейтін боламыз. Массамыз осылай көтеріледі, ағарады осындай боп. Осы массамыздың үстіне електен өткізілген ұнымызды және қамыр қопсытқышымызды 2 бөліп қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Ұнымызды міндетті түрде 2 бөліп қосамыз және жақсылап астынан үстіне көтере отыра, жақсылап араластырамыз. Біздің ұнымыз түйіршік болып қалмауы қажет. Және де біз массамызды басып алмауымыз керек. Енді жылы сүтімізді құямыз, тағы да жақсылап араластырамыз. Сұйық майымызды қосамыз үстіне, бәрін біркелкі қылып, жақсылап араластырып аламыз. Сұйық майымыз толықтай бірігуі керек. 4 бұрышты формамызды фольгамен жақсылап орап алдым. Енді осы массамызды осы 4 бұрышты формамыздың үстіне құйып, қызып тұрған печкамызда 180 градуста 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Бисквитіміз осындай болып пісіп шықты. Шпажканың көмегімен осылай піскен-піспегенін жақсылап тексеріп аламыз. Бисквитімізді жақсылап суытамыз, суытып барып формасынан шешеміз. Жан-жағынан осылай фольгасын шешіп, пышақтың көмегімен бисквитімізді жайлап кесіп отырып, формасынан шығарамыз. Формамыздан шығарып алдық. Біздің бисквиттарымыз толықтай суыған, өте нәзік, өте жұмсақ болып келеді. Енді бетіндегі жоғарғы қабатын біз кесіп алып тастауымыз қажет. Осындай ұзын ара пышақтың көмегімен бетіндегі бір қабатын кесіп алып тастаймыз. Жайлап осылай кесіп алдық. Бұл бізге қажет емес. Осы бисквиттарымызды тағы да тең ортасынан осылай барынша ұқыптылықпен бір бөлікке тағы да бөліп кесіп аламыз. Жайлап осылай тең ортасынан бөліп кесіп шықтық. Біздің бисквиттарымыз өте нәзік, жұмсақ. Енді осы 2 бисквиттің ортасына крем жағатын боламыз. Кремімізді дайындаймыз. Ол үшін бізге творожный сыр қажет. Соның үстіне қантымызды салып, қантымызбен жақсылап бір араластырып аламыз. Қантымыз жақсы бірігеді осылай. Енді осының үстіне салқын сливкимізді құямыз. Кілегейімізді құйып, тағы да миксердің көмегімен біздің креміміз шыққанша, қоюланғанша сливкиміз миксерлеп аламыз. Осылай миксердің іздері қалып бастайды кремімізде. Осындай қою масса болады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай лопаткамыздан да креміміз түспейтін болады осылай.
Енді осы кремімізді бисквитіміздің бірінші слойына жағып аламыз. Кремімізді салып, жақсылап тегістеп, бисквитімізға жағып шығамыз. Бір тегіс қылып осылай жағып алдық. Енді екінші бисквитімізді үстіне қоямыз. Азырақ үстінен басып, тағы да қалған кремімізді үстінен жағатын боламыз. Жақсылап тегістеп, бір тегіс қылып жағамыз. Енді пирожниларымызды әсемдейтін боламыз. Ол үшін бізге осындай вафельный крошка қажет болады. Пирожниларымызды әсемдеу өз қалауларыңыз бойынша, бірақ осы вафельный крошкамыз осы пирожниға жақсы үйлесетін болады. Осы вафельный крошканың жасалу жолы менің каналымда рецептісі бар. Толық нұсқасы осы видеоның астына қалдыратын боламын. Ссылкасынан өтіп қарасаңыздар болады. Және де пирожниларымыздың шет-шетін осылай кесіп алып тастаймыз. Шет-шетін кесіп алып тастаймыз. Пирожниларымыз тегіс әдемі болып шығуы үшін. Енді пышағымызды жақсылап жуып, ортасынан тең бөлеміз. Тағы да бірнеше бөлшектерге бөлетін боламыз. Каждый бөлген сайын пышағымызды жақсылап жуып, ыстық судың көмегімен жуып отырамыз. Сонда біздің пирожниларымыз бір тегіс болып кесілетін болады. Осылай кесіп алдық. Пирожниларымыз өте дәмді шығады, нәзік, өте ауызда ериді. Және де тоңазытқышта 1-2 сағатқа бұны ұстайтын боламыз. Ортасынан пирожниларымызды тағы да бір бөлікке бөліп, 4 бұрышты қылып осылай кесіп қойсаңыз да болады. Жасалу жолы оңай, және қонақ келгенде дастарханның көркін ашады. Дәмі деген енді сөзбен жеткізу мүмкін емес, өте керемет болып шығады. Жасап көруге кеңес етемін.